Несеп құқық, весика уринария, цистис. Несептің уақытша жиналатын орны қуысты мүше. Несеп құқықтың пішіні мен көлемі несептің жиналуына байланысты жалпы ол өзгермелі келеді. Толған несеп құқық дөңгелек пішіндес болып келеді. Ересек адамдарда орташа сыйымдылығы 200-500 мл құрайды. Несеп құқықтың ұшы алдыңғы жоғары бөлігі алдыңғы іш қабырғасына бағытталған. Дәл осы ұшынан лигаментум умбиликалис медианус арқылы, яғни дәл осындай байлам болады. Осы байлам арқылы несеп құқық кіндікпен өзара байланысатын болады. Сонымен қатар оның корпус весика, яғни кеңейген бөлігі денесін бөліп қараймыз. Сонымен қатар оның түбі, яғни фундус весиканы бөліп қарастырсақ болады. Келесі енді несеп құқықтың төменгі бөлігі, яғни құйғыш тәрізді таралып, несеп шығаратын өзекке жалғасатын болады. Ол шамамен мына жерлерде. Мінекей. Несеп шығаратын өзек, уретра. Ал мынау құлық. Осы құлықтан зәр шығару өзегіне ашылатын жері құйғыш тәрізді таралған болып келеді. Осы бөлікті бізде құлықтың мойны деп атаймыз. Осы жерде өзектің негізінен тесігі болады. Немесе мінекей мынау тесік. Бұл тесікті остеум уретра интернум деп атаймыз. Енді несеп құқықтың жалпы топографиясына келетін болсақ, ол кіші жамбас астауында орналасатын мүше болып табылады. Оның скелетопиясы симфиздің, мінекей қасаға симфизі осының артында орналасады. Несеп құқықтың алдыңғы беті қасаға симфизіне қараған. Несеп құқық несепке толған жағдайда құлық ұшы қасаға симфизінен жоғары орналасатын болады. Және де мына кіші жамбас астау қуысынан жалпы кішкене жоғары орналасады. Ерлерде несеп құқықтың артқы беті, енді синтопиясы. Ерлерде несеп құқықтың артқы беті тік шекпен жалғасатын болады. Және осы тік шекпен жалғасу жерінде оларда бір ұңғыл түсіретін болады. Яғни құлық, тік шектік ұңғыл. Экскавация, ректа, уринария. Сонымен қатар шәует шығаратын құлықшаларымен шектеседі. Және де шәует шығаратын құлықшаның кең жері, яғни ампуласымен шектеседі. Мінекей мына жерлерде шамамен. Ал түбі болатын болса, құлақ асты безі, яғни простатамен шектесетін болады. Мынау простата. Ал әйелдерде несеп құқықтың артқы беті тік шекпен, несеп құқықтың артқы беті бірінші жатырмен шектеседі. Одан кейін тік шекпен шектесетін болады. Сонымен қатар бүйір жақтарынан негізі мынау аналық безі де жататын болады. Сонымен қатар несеп құқық несеппен толған жағдайда іш астары мен үш жағынан, яғни мезоперитониальды жабылатын болады. Ал бос кезінде ретроперитониальды тек артқы жағынан жабылады. Іш астар несеп құқықты жоғарыдан бүйірінен және де артынан жауып, ерлерде тік шекке, яғни тік шек құлық ұңғылы, ал әйел адамдарда құлық жатыр ұңғылы, сонымен қатар жатыр тік шекті ұңғыл, жалпы екі ұңғылда ажыратамыз осы кезде. Несеп құлық сонымен бізде кіші жамбас астау қуысының қабырғаларына бекіген және де солармен тұстас мүшелерге байланысқан болып табылады. Енді несеп құлықтың қабырғасының құрылысына келетін болсақ. Несеп құлықтың қабырғасының құрылысы жалпы негізінен 4 қабаттан тұратын болады. Мінекей
мынау несеп қуықтың ішкі қабырғасы болса, сол ішкі қабырғасынан бөлініп алған кесіндісін микроскопиялық тұрғыда үлкейтіп көрсеткен. Бірінші қабырғасы ол шырышты қабаты. Шырышты қабатын туника мукоза деп атаймыз. Яғни ол ішкі беті қызғылт сұрғылт түсті шырыш асты негіздің жақсы дамуына байланысты бос кезінде қатпарлар түзеді. Мінекей мына қатпарлар осы шырышты және шырыш асты негіздің жақсы дамуына байланысты түзілген. Қатпарлар бізде қуықтың түбінде, мінекей мына жер бізде қуықтың түбін деп айттық. Осы қуықтың түбінде мына тригонум весикали, яғни несеп қуық үшбұрышы болады. Осы үшбұрышта қатпарлар болмайды екен. Бұл кезде мына себебі неге бұл жерде болмайды? Себебі бұл жерде шырыш асты негізі жоқ. Осы үшін мына жердегі шырышты қабаты бұлшықетті, мынау шырышты қабаты болатын болса, осы жердің мына шырыш асты негізі болмайды, сразу етті қабатымен өте тығыз байланысып кеткен болып келеді. Және де несеп қуықтың осы үшбұрышының төменгі жағында остеум уретралис интернус орналасатын болады. Енді келесі шырыш асты негізі, оны теля субмукоза деп атаймыз. Несеп қуық қабырғасында жақсы дамыған, соның нәтижесінде шырышты қабық қатпарларға бөлінеді деп айттық, және де үшбұрышта шырыш асты негізі болмайды. Одан әрі қарай ол бұлшық етті қабаты, яғни туника мускулярис бірыңғай салалардың үш қабатынан тұратын болады. Сыртқы және де ішкі қабаттар негізінен бойлық қабаты, ал ортаңғы қабаты негізінен циркулярлы қабат болып табылады. Сонымен қатар осы қуықтың мойын аймағында және несеп шығаратын өзектің тұсында осы бұлшық етті қабаты жақсы дамып, мына жерден яғни сфинктер түсетін болады. Ол сфинктерді атайды мускулюс сфинктер весика деп атайды. Және қуықтың сыртқы қабатында ең сыртқы қабатын ол сірлі қабаты жабатын болады. Ал сірлі қабат жоқ жерде адвентициальды қабық жабылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.